Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айгүл Даулыбай. Соңғы 2 айда көлік министрі Марат Қарабаев еліміздің 20-ға жуық өңірін аралап шықты. Өткен аптада ведомство басшысы жұмыс сапарымен Ақмола, Павлодар облыстарында болып, елорда тұрғындарымен де кездесті. Мәселен, Көкшетау қаласында жұмыс сапары дәстүрлі түрде жергілікті тұрғындармен кездесуден басталып, азаматтарды жеке қабылдаумен жалғасты. Айта кетерлігі, министрмен кездесуге негізінен көлік және жол салаларында жұмыс істейтін іскер адамдар мен жергілікті кәсіпкерлік қауымдастықтарының өкілдері жиналған. Бұл күні ведомство басшысы сонымен бірге Астана-Көкшетау ақылы трассасы бойынша жүріп өтіп, облыс орталығындағы темір жол вокзалының, автовокзалдың және әуежайдың қызметімен танысты. Алматыда еліміздің ірі көлік логистикалық компаниялары мен студенттердің кездесуі өтті. Аталған кездесу көлік министрі Марат Кәрімжанұлының еліміздің оңтүстік астанасына жұмыс сапарының қорытындысы бойынша ұйымдастырылған болатын. Алқалы жиынға жол көлік саласының ірі компаниялары және сала мамандарын даярлайтын жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Кездесуді ұйымдастыру барысында министрлік тарапынан көзделген негізгі мақсат сала мамандарына қазіргі жастардың әлеуетін көрсету және білікті кадрлар тапшылығы мен жоғары оқу орындарының түлектерін жұмысқа орналастыру болып табылады. Астана халықаралық әуежайы 7,5 миллионыншы жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл Астана әуежайы үшін рекордтық көрсеткіш. Елорда әуежайының 7,5 миллионыншы жолаушысы Алматы-Астана бағытымен ұшып келген Сейтқазиевтер отбасы болды. Айта кетерлігі, қарашада Астана халықаралық әуежайы Terminals Holding компаниясымен бірлескен жұмысты бастаған болатын. Инвестор Елорда әуежайындағы ұшу-қону жолағын күрделі жөндеуден өткізуді және жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыруды жоспарлап отыр. Нәтижесінде жолаушылар ағынын 2 есе көбейтіп 14 миллионға жеткізу көзделуде. Жалпы Астана әуежайынан тәулігіне орта есеппен 200-ден аса рейс орындалады. Көлік министрлігінде саладағы негізгі көрсеткіштер бойынша жылдың қорытындысы шығарылды. Жыл қорытындысы бойынша көлік саласының барлық негізгі индикаторлары жақсы көрсеткіштерге жетіп, өсім 7%-ды құрады. Инвестициялар көлемі 1,8 триллион теңгеге жетті. Жалпы министрлік тарапынан маңызды сұрақтар бойынша нақты шаралар қабылданды. Атап айтқанда, ұзаққа созылған жол жобаларын жеделдету, Транскаспий халықаралық көлік маршрутын дамыту, теңіз порттарының инфрақұрылымын нығайту, транзиттік темір жол жүк тасымалдарын ұлғайту, Қазақстан-Қытай шекарасындағы шекаралық өткелдердің өткізу қабілетін арттыру, сондай-ақ әуе сапарларына деген өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру. Автожол саласында Талдықорған, Өскемен, Астана, Алматы автожолдарымен жол жүру қамтамасыз етілді. Қандыағаш-Мақат учаскесінің құрылысы аяқталды. Үшарал Достық тас жолы толығымен салынды. Сонымен қатар биыл Бакат пайдалануға берілді. Темір жол саласында 130 жаңа локомотив пен 275 жартылай вагон сатып алынды. Достық Мойынты учаскесінде екінші жолдардың құрылысы жүргізіліп, Қытайдың Сиань қаласында жеке терминал ашылды. Авиация саласы бойынша жыл ішінде 10 жаңа ұшақ сатып алынып, 23 бағыт бойынша 13 елге жаңа рейстер ашылды. Ішкі тасымалдау көлемі қалпына келтіріліп, тасымалдаушылардың жұмысы және жолаушылардың құқықтарын қорғау тетіктері жақсартылды. Жаңа жыл қарсаңында көлік министрлігінде шырша мерекесі өтті. Салтанатты шараға ведомство қызметкерлерінің балалары қатысты. Шараны аппарат басшысы Ерболат Мұқаев ашып, министрдің атынан балалар мен олардың ата-аналарын жаңа жыл мейрамымен құттықтады. Кейін кішкентай бүлдіршіндер ертегі кейіпкерлерінің театрландырылған жаңа жылдық қойылымын тамашалап, құшақтары тәтті сыйлыққа толып қуанышқа бөленді. Құрметті достар, баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мейрамымен құттықтаймыз. Алдағы жыл еліміз үшін тың қарқынмен дамитын берекелі жыл болсын. Баршаңызға амандық, бақыт тілейміз. Жаңа жылда әр шаңырақ шаттыққа кенеліп, егемен еліміз өсіп өркендей берсін. Сіздермен болған Айгүл Даулыбай.